Бесік тойы. Ата-бабаларымыз тәлім-тәрбие жөнінде ешқандай ғылыми кітаптарды оқымай-ақ, ұлттық текті дәстүрмен ұрпақ өсіріп, ұлағат үйретіп, сіз бен бізге рухани мол мұра қалдырыпты. Қазақ халқы ежелден өте балажан халық. Артымда қарайып ұрпағым қалсын, шаңырағымда шырағым жансын деп, ұрпақ жалғастығын мұрат етіп, зор мән беріп, баланың аман сау өсіп-өніп жетелі жетілуі жолында күш қайратын аямаған. Халқымыздың сәби шыры тіп жарық дүниеге келген күннен бастап, бірінен кейін бірі ретімен өтіп жататын үлкенді-кішілі той-томалақтарының бірі баланы бесікке салу салты. Бесік той нәресте өміріндегі атқарылатын тойлардың айтулы да маңыздысы. Баланы бесікке кіндігі түскен соң ғана бөлейді. Тойға аналар қауымы шақырылады. Ағайын туыстың, жекжат жұрттың, көрші-көлемнің әйелдері шашуын, балаға арналған жөн-жоралғы сыйлықтарын алып, бесік тойға жиналады. Өйткені алғаш бесікке бөлеу жолы бір топ ұрпақ өсіріп немерелі шөберелі болған, мінезі жайдары, көпті көрген жолы үлкен кейуанаға жүктеледі. Баланы бөлемес бұрын міндетті түрде бесікті адыраспан не аша түтіндетіп аластайды. Алас, бар пәледен қалас, көзі жаманның көзінен сақта, сөзі жаманның сөзінен сақта. Алас, ете гөр Алла, жамандықтан қалас, деген секілді тілек сөздермен бесікті айналдыра аластайды. Адыраспан мен ашаның емдік шипасы, айналаны залалсыздандыру қасиеті бар екенін шығыстың ұлы ғұламасы Әбу Әли ибн Сина бабамыз өз еңбектерінде дәлелдеп жазып, тұрмыста қалай пайдалану жолдарын көрсеткен екен. Бесікті аластап болған соң құрт, ірімшік, нәуәт мәмпәсі секілді шашуға арналған дәмдерді бесіктің түбек орналасатын тесігінен уыстап тастап, тышты-ма деп дауыстайды. Қолдарын тосып тұрғандар тышты деп қуана жауап қатып, тәттілерді бөлісіп алады. Мұны бірнеше рет қайталайды. Бұл тыштырма деп аталатын дәстүр. Мұның мәні ниет етуге байланысты бір жерде бесікте жатқан баланы дәреті қинамасын, жеңіл болсын деп ырымдаса, қайсы бір жерде нәрестеге құт береке дарысын, соңында байлық төгіліп жүрсін, маңдайлы болсын деген ниетпен істеледі. Қалай айтса да шын жүректен, таза көңілден шығатын ақ тілеулер қабыл болады. Тыштырмадан кейін бесікті жабдықтауға кіріседі. Түбектің ішіне күл немесе құм салып, түбек қояр тесікке орналастырады. Баланың дәреті өзіне шашырамау үшін, тазалығы үшін осындай әдіс қолданған. Түбекті қойған соң бесіктің басқа жасауларын атап айтқанда, қойдың асықты жілігінен немесе аршадан жасалған шүмегін, ұзындығы мен ені бесікке дәл келетін түбек тұсы дөңгеленіп ойылған құс төсегін, көрпешесін, жайма жөргектерін, бас жастық, аяқ жастық, бел көрпеше, қол бау, тізе бау, бесік жапқыш секілді жабдықтармен баланы бөлейді. Бұл заттар әр өңірде әртүрлі жасалып, әртүрлі айтыла береді. Әдетте бесіктің дүниелері көзге көрнекі ашық түсті маталардан тігіледі. Ең сыртынан оралатын қол бау, тізе бауларды кестелеп немесе оюлап, сәндеп жасаған. Баланы әсемдікке, әдемілікке бесіктегі кезден көзі қарақты етудің бұл да бір жолы. Жаз, қыс маусымдарына қарай бесік жабдықтары да өзгеріп отырады. Мысалы, жаз күндері баланың бетіне шыбын-шіркей қонып мазаламас үшін, әрі пысынап терлемес үшін бесік жапқышты жеңіл, жұқа матадан жасаса, қыста барқыт, қыжым, басқа да қалың кездемелерден тігеді. Баланы бесікке міндетті түрде оң жағынан бөлейді. Оң жолды болсын деген ақ ниет. Баланың мойны қисық болып өспеу үшін бесіктің екі жағынан кезек алмаса отырып емізеді. Бесіктің бас жағына үкі, көз моншақ, тұмар, боялған асық, бүркіттің тұяғы, жыланның құрғаған басы секілді нәрселерден тағу, жастығының астына кездік немесе бәкі қою ырымдары болған. Нәресте шошымасын, көз тимесін, сұқ өтпесін деген тілеуден шыққан. Алғаш рет перзент сүйіп, тұңғыш рет тал бесікке таянған жас анаға той иелеріне үлкендер ақжарылқап бата береді. Тарих түкпірінен көнеден жеткен дуалы ауыздардан айтылған батаның бір үлгісі былайша тізілген екен. Құтты болсын бесігің, артық болсын несібең. Дастарқаның жайылып, ашық болсын есігің. Өре берсін балалар, дұшпандарың болмасын, күншілдікпен табалар. Алпамыстай тағы да, ұл артынан ұл келсін, жарқыраған шолпандай, қыз артынан қыз келсін. Құтты болсын бүгінгі бесік жасар тойларың, тілектерің қабыл боп, орындалсын ойларың. Әумин.
Бесік той кезінде бесіктің үстіне 5, 7, кейде 9 түрлі жабу жабылады. Әрине, әркім шама-шарқына қарай дегендей. Бұл ырымның мәні сәбидің ұйқысы тыныш әрі қалың болсын, ер жеткенде дәулетті, сәулетті, жомарт, мейірімді болсын деген ниеттен шыққан. Сол жабылған мата орамалдарды тойға келіп отырған үлкен әжелерге үлестіріп береді, ықыластарын алып ырза болысады. Ал баланы бөлеген кісіге қолыңыз жеңіл болсын, келінімізге сіздің жолыңызды берсін деп арнайы бесікке салар кәдесін беріп рахмет айтады. Осы жерде бір әңгіменің реті келіп тұр. Қасиетті Рамазан айында ораза ұстағандарды құрметтеп, ауызашарға шақыру салтын бәріңіз білесіз. Сондай бір ауызашарға 100-ден аса адам жиналдық. Аумақты залдың айналасына дастархан мәзірі жасалыпты да, ортадағы ашық жерге жеке үстел қойылып, үстіне баланың бесігін орналастырыпты. Бесікке жабылған селдір тор матадан оның түгел жабдықталғаны анық байқалады. Жасау жабдығы сай дайын бесіктің ауызашарда неге тұрғанына ешкім таңғала қоймаған секілді. Неге десеңіз, ұлттық құндылықтарды сақтау, өрістету, жаңғырту деп тұсау кесер, бесікке салар, бет ашар секілді дәстүрлі спектакль қойғандай арнайы дайындап, сырт көрінісін қызықтау талайдан бері белең алып, көз әбден үйренді. Бір жағын ұқсатамын деп, екінші жағын ойсырататын баяғы әдетіміз. Міне, бүгінде жаттанды қойылым көрсетпекші. Әйтпесе, дүйім жұрттың алдында әр алуан адам жиналған жерде құстың балапанындай нәзік кішкентай сәбиді әкеліп бесікке салар жасаудың қандай қажеттілігі бар? Өз отының басында, шаңырағының аясында жөн жоралғысымен табиғи түрде өткізуге болар еді ғой. Содан не дейсіз? Кешті басқарушы адам мені көпіртіп мақтап баланы бөлеу жолын ұсынды. Түсінемін, қазақтың бір туар ерен тұлғасының қолына су құйып, шайын қайнатқан келін ретінде ырымдаған шығар. Десе де, маған көрсеткен құрметке алғысымды айтып, бесікке салар міндетін атқарудан бас тарттым. Әрине, мақтауға желпініп айтқандарын орындап, сый-сияпатын алып тымпиып отыруыма болар еді. Алайда, өзімнің өмірлік ұстаным қағидаларыма кереғар іс жасар едім. Өйткені, шамам келгенше, күш-қуатым жеткенше, ұлттық әдет ғұрып, салт дәстүрлерді бұзбай, мәнін кетірмей қолдануға үйренген жанмын. Әрі ата-бабадан қалған жол жобаның тегін шықпағанын, рухани күші, яғни киесі бар екеніне сенетін ырымшыл адаммын. Жаратқан ием маған жалғыз ұл беріп, бір рет қана бесік таянуды нәсіп етіпті. Оған да шүкіршілік етіп тәубе деймін. Мына сәбилі болып отырған жас келін мен секілді бір перзенттің бетіне қарап қалмасын. Жалғыздық қашанда қиын. Жалғыз баласы бардың шығар-шықпас жаны бар деп бекер айтпаған. Сондықтан етегінен топ бала өрбіген немере шөберелі аналардың біріне бесікке бөлету бұрынғының салты, көнеден келе жатқан ұлағат. Міне, осының бәрін көпшілікке жақсылап түсіндірдім. Қауым сөзімді жөн санап құп алды. Ел іші алтын бесік деген емес пе? Сол жерде 10 баланы өмірге әкеліп, аман сау жеткізген, 30-дай немере, 10 шақты шөбере сүйген 5 биенің сабасындай келіскен батыр ана ауыз ашарға қатысып отыр екен. Сәбиді бесікке салар рәсімін сол кісіге жасаттық. Міне, нағыз қазақ жолы да, жөні де осы болды.